20 ғасырдың бірінші жартысында мәдениеттің даму ерекшеліктері қандай? Мәдениеттің даму ерекшеліктері. Модернизм дәстүрлі өнерден бас тартып, жаңа бағыттарды іздейтін өнер ағымы. Суретшілер мен сәулетшілер қоғамдағы өзгерістерге сай жаңа стильдер мен жеке даралықты көрсетуге тырысты. Модернизмнің отаны Франция болды. Модернизмнің шартты түрде басталу мерзімі 1863 жыл. Бұл жылы Парижде ресми Париж салонына қабылданбаған суретшілердің жұмыстары ұсынылған қабылданбағандар салоны ашылды. Кең мағынада модернизм бұл өзгеше өнер. Оның басты мақсаты ішкі еркіндікке, әлемді ерекше қабылдауға негізделген және жаңа бейнелеу тілін қалыптастыратын туындылар жасау. Бұл бағыттың маңызды ерекшелігі қалыптасқан көркемдік канондарға қарсы шығу және оларға сын айту. Бұл бағытта бірнеше көркем ағымдар бір уақытта өмір сүрді және суретшілер жиі шығармашылық топтарға бірікті. Фализм бағытын Ане Матистің туындыларынан көруге болады. Бұл бағытқа тән белгілер ашық, жарқын түстер. Суреттің сәндік, көңілді сипаты. Экспрессионизм бағытын Эмиль Нольде, Отто Дикс еңбектерінен байқауға болады. Бұл бағыт суретшінің көңіл күйін жеткізеді. Тақырыптары: соғыстың қасіреті, қайғы, адамның ішкі әлемі туралы. Кубизм Пабло Пикассо, Брак, Леже сияқты суретшілердің туындыларында кездеседі. Бұл бағытқа тән белгілер: заттар геометриялық пішіндерге бөлшектеліп бейнеленеді. Коллаж жасайды, яғни суретке газет, мата жапсыру. Сюрреализм бағыты Марк Шагал, Сальвадор Дали сияқты суретшілердің туындыларында кездеседі. Қиял мен түсті елестету арқылы фантастикалық бейнелер жасайды. Басты тақырыптар: арман, түс, балалық шақ. Абстракционизм бағытын Василий Кандинский, Казимир Малевичтің картиналарынан көре аламыз. Бұл бағытқа тән белгі: нақты зат жоқ, тек сызықтар, дақтар, түстер арқылы суретшінің сезімі мен ойын жеткізу. Бұл жерден фавизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм бағытындағы картиналарды көреміз. Сәулет өнері. Функционализм бағыты үстем болды. Ғимараттар қызметіне сай құрылуы тиіс, яғни, ғимарат не үшін салынса, оның сыртқы пішіні соны білдіруі тиіс. Функционализмнің ерекшеліктері. Балат пен бетон қолданылып, эстетикадан бұрын ыңғайлылық пен пайдалылық назарға алынды. Сыртқы көрінісі қарапайым геометриялық пішіндер. Сәндік элементтердің болмауы, яғни артық әшекейлер қолданылмайды. Ғимараттың функциясына сай жобалау, яғни әрқайсысының формасы оның атқаратын қызметін көрсетеді. Белгілі функционалистік ғимараттарға Чехиядағы Тугенхат вилласын, Германиядағы Фабус зауытын, Хельсинки Олимпиада стадионын жатқызуға болады. Бұқаралық мәдениет. 20 ғасырдың бірінші жартысында дамыған, өнер мен мәдениетті көпшілікке қолжетімді етуге бағытталған құбылыс. Ол қалалардың өсуі, радионы, кинематографты, газет-журналдарды, дыбыс жазу құрылғыларын кеңінен қолданумен тығыз байланысты болды. Негізгі белгілері: демократиялану, яғни мәдениет барша халыққа жетімді бола түсті. Коммерциялану. Өнер туындылары көпшілікке арналып, тауар ретінде қарастырыла бастады. Қарапайымдылық пен танымалдылық. Жеңіл қабылданатын, жылдам таралатын формада жасалды. 20 ғасырдың алғашқы жартысында секуляризация процесімен сипатталады. Бұл діннің қоғам өміріндегі ықпалының әлсіреуі мен зайырлы көзқарастың күшеюі. Қоғамдағы дін рөлінің өзгеруі. Ғылыми ашылулар діни дүниетанымға қайшы келді. Діннің қоғамдық беделі төмендеді. Шіркеулер босап, дін қызметкерлері азайды. Діннен тәуелсіз мемлекет. Билеушілер бұрынғыдай дінмен санасуды қажет етпеді. Қалалану процесі. Қала өмірінде діннен гөрі әлеуметтік, экономикалық мәселелер басым болды. Секуляризация енді тек шіркеу мүлкін мемлекетке беру емес, сонымен бірге қоғамның діннен алшақтауын білдірді. Салдары: дін жеке адамның ішкі ісі ретінде қарастырыла бастады. Діни білім беру орындарының жабылуы, қайырымдылық азаю байқалды. Қалаларда дінге бейжай қарау немесе әртүрлі діндердің араласуы кең етек алды.